Aysel'min Şımkent қаласындағы номер 55-ші Самобүбелер бақшасындағы шағала топтың тәрбиеленушісімін. Әжем, анам, және мен байқаудың қатысушысымын. Маған әжем, анам және апайларым көп нәрсе үйретті. Сол білімдермен сіздермен бөліскім келіп тұр. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Біздің балабақшада ата-аналарымызбен бірге тығыз ынтымақтастық қарым-қатынас орнатылған. Балабақшада өтілетін әрбір іс-шараға ата-аналар белсене атсалысады. Соның бір көрінісі ретінде біз бүгін Айселдің анасымен, әжесімен бірге қазақтың ұлттық құндылықтарының бірі кілем тоқу және киіз басу, сонымен қатар қазақтың ұлттық киімдерін безендірулерін көрсетеміз. Айсел қызым, мынау сенің қуыршағың. Енді осы қуыршаққа керемет тамаша етіп, тақия мен камзолын безендіріп шығайық. Сен нені безендірейін деп жатырсың? Камзолды безендірейін деп жатырмын. Оюмен безендірді. Енді мен тақияны безендіріп жатырмын. Тақия туралы мәлімет айтып өтші жан. Қыздардың бас киімі тақиямен бөлікті, сәнді ою-өрнекпен, күміс шытырлармен, үнжу-маржанмен, төбенде шоғылқы қауызымен әшекейленеді. Көйлек қыздардың киімі. Камзол қыздардың көйлектің сыртынан киетін киімі. Өте жақсы. Ал енді мына қуыршағыңды киіндіре қой. Мінекей, Айселдің қуыршағы да дайын болды. Киіз басуды көрсетеміз, енді Айсел, біз түскиізді безендірейік. Мінекей, алдымызда түскиізіміздің төсеніші тұр. Осы түскиізімізге мына қызыл түсті әдемі ою-өрнектерді безендіріп қоямыз. Мінекей, сен айта қойшы, Айсел. Қандай ою бұл? Қошқар мүйіз ою. Қошқар мүйіз ою. Шимен орап, сыртынан ыстық суды құйып, әжелеріміз білекпен асып шыққан. Ер азаматтар аяқпен теуіп пісірген. Ата-аналарымыз біздің киім-кешегімізді, қажетті бұйымдарды қойдың жүнінен алып жасаған. Бірінші қойды қырқып, жүнін тазалап ыстық суға, оны түрлі түске бояп, керемет киіз, кілем, түскиіз жасаған. Ал енді Айсел, біз сенің анаңмен бірге үшеуміз отырып, мынау киізді безендірейік. Қанекей, алып, мына жерге сары түстер, жүндерді жапсырамыз. Ал сен ортасын әдемі етіп, көк түспен безендіре бер. Өте жақсы. Біздің киізіміз әдемі шықты ма? Иә. Қазақтың қолөнерлерінің бірі құрақ көрпе. Біз енді Айсел құрақ көрпе құрастырамыз. Қанекей, қолымызға оюларымызды алып, құрақ көрпе құрастырайық. Қане. Мына оюларымызды ретінен орналастырып шығамыз. Айсел, ал енді ары қарай. Қызыл түсті оюларымызбен бірге құрап шығамыз. Құрақ шықты, иә? Ал енді құрақ көрпені шейді мына оюлармен безендірейік. Ал ойымыз, мына қызыл түсті ортаға жасайық. Қандай керемет тамаша біздің құрақ көрпеміз пайда болды, иә? Ұнады ма саған, Айсел? Әрине ұнады. Жарайсың. Айсел, енді кезекте біз тықыр кілемді тоқуды жалғастырамыз. Көрсетіп қойшы тоқып.
әжең көп нәрсені біледі. Саған да үйретуден жалықпайды. Hoş geldiniz Recep Bey. Şaşamay geldiniz bak. Шаршамай келдім мен сені сағынып.